Қазір анықтап алып сізге кері қоңырау шаламын. Қабылданды. Биыл бізде Атырау қаласы бойынша күні бүгінге дейін 2000-ға жуық ит ауланды. Ит аулау қызметін біз 109 бірыңғай байланыс орталығының тұрғындардың түсірген шағымдар арқылы аулау жұмыстарын жүргіземіз. Осы ауланған иттердің 150-ге жуығы жаңағы стерилизация, вакцинация, чипирование шаралары өткізіліп, көшеге жіберілді. Осы 150 иттің жартысына жуығы жаңа иелеріне тапсырылды. Ал қалған иттер енді облыстық мәслихат шешімінің 25-ші тармағына сәйкес тұрғындардан түскен арыздарын қабылдай отырып, қабаған иттер болғандықтан адамдарға шабуыл жасаған, немесе ұйығып жүрген иттер болғандықтан жансыздандыруға жатты. Қазіргі уақытта 109 бірыңғай байланыс орталығына жылдың басынан бастап 1350 шағым түскен ит аулау бойынша. Күнделікті 70-80 шағым түсіп отыр. Кол орталықтың операторлары шағымды қабылдап, оны біздің диспетчерлер орындауға ветстанцияға жібереді. Ветстанция бұл шағымды орындап, біздің диспетчерлерін бақылауда ұстап, тұрғынмен кері байланыс ұстап отыр. Егер сіздің бұралқы иттерге шағымдарыңыз болса, 109-ға тәулік бойы хабарласып шағымыңыз қалдыруға болады.